Біреулер Перл Харбормен салыстырып, ал біреулер тарихи жетістік деп бағалап үлгерген Украиналық өрмек операциясы туралы айтып берейін. Оқиға 1 маусымда болды. Операцияны Зеленскийдің өзі басқарған. Украиналық дрондар Ресейдің 4 өңіріндегі стратегиялық әуе базаларындағы ұшақтарға соққы жасаған. Желіде тараған видеоларда жүк көлігінен ұшып шыққан дрондар ұшақтарға барып соғылып жатқаны түсірілген. Зақымданған немесе жойылған ұшақтар ядро қаруын тасымалдай алатын Ту-95, Ту-22 бомбалаушылары. Бұл ұшақтар 60-шы жылдардан бастап құрастырылып, қазірдің өзінде тек жаңартылып отырған. Осы себепті олардың орнын толтыру мүмкін емес. Белгілесі Белая, Оленя, Энгельс, Украинка деген әуе базаларына шабуыл жасалған. 5-ші Амур облысындағы дрондар белгісіз себеппен өртеніп ұшпай қалған. Дрондар тиелген контейнерлер Челябі қаласындағы қоймада жиналған болуы мүмкін. Тағы бір сарапшылар бұл дрондар Қазақстан аумағынан шекара асып келген деген тұжырым айтады. Алайда бұған әзірше дәлел жоқ. Енді оқиғаның масштабын түсінуіміз үшін айта кетейік. Ресейде мұндай 140 шамасында ұшақ бар. Украина оның 40-тан астамын жойдық деп хабарлады. Алайда соғыс жағдайында қос тараптың да ақпаратын тексеру мүмкін емес. Спутниктен түсірілген видеолардан есептесек, кемінде 10 бомбалаушы ұшағы істен шыққан. Алайда оның өзінде қалпына келтіру мүмкіндігі бар екенін ескеру керек. Ресей билігі мұны теракт деп атады. Сондай-ақ бірнеше өңірде шабуыл жасалғанын, кейбіріне тойтарыс берілгенін мәлімдеді. Алайда шығын туралы айтпай отыр. Шығынды тағы да украиналық тарап атады. Өте арзан дрондар арқылы миллиондаған сома тұратын ұшақтарды жою арқылы Ресейге 2 миллиардтай шығын келтірдік деп отыр. Шабуыл нәтижесін Зеленский керемет деп бағалады. Ол мұны ақш-тың қатысуынсыз оларға хабарламастан жасағанын алға тартып отыр. Ал Перл Харбормен салыстыру ресейлік пропагандаға ұқсайды. Себебі америкалық базаларға шабуылдаған жапондардан кейін ақш соғысты бастап тез жеңіске жеткен. Міне біз әлі шын соғысты бастағанымыз жоқ дейтін ресейлік риторика үшін бұл салыстыру тиімді болып отыр. Енді біз шын соғысқа кірсеміз деген емеурін. Кейбір ресейлік соғысшыл блогерлер енді біз Украинаға ядро қаруымен шабуыл жасауымыз керек деп отыр. Қысқаша айтқанда осы видеоға лайк басып арнаға жазыла кетіңіз.